Ассаламуалейкум, құрметті көрермен. Бүгін жалпы ауыр тақырыпқа үңілейін деп отырмыз. Еліміздің бас мүфтиі Наурызбай Қажы ары-бері қатынау үшін барлық өңір мешіттерінен ақша жинап жүрген көрінеді. Белгілі журналист Ораз Әлімбеков зерттеу жасапты. Сонда бас мүфтият қаржылай қиындыққа душар болғаны ма? Соңғы кездері өңірдегі молдалар түрлі қылық шығарып жатыр. Шудан қорықты ма? Қызылордада имам антикор қызметкермен келіспекші болған. Тіпті 1 миллион теңге пара бермекші болыпты. Ол қандай айыбын жасырғысы келді? Енді әлемдік шоу-бизнес туралы бірер сөз. P. Diddy деген әнші ұсталды. Оның нағыз шантаждың королі болғаны жайлы айтылып жатыр. Тіпті әлемдегі мықты жұлдыздарды уысында ұстап келген деседі. Танымал америкалық әнші P. Diddy'дің қылығын неге әлем талқылап жатыр? Бүгін ақпарда ел аузындағы осы жаңалықтарға тоқталамыз. Кейінгі кезде қатты ақпарат қуатын болып кеткенбіз бе, әлде әлеуметтік желі қатты алға қарыштап кетті ме? Молдалардан түрлі қылық шығып жатыр. Бірі ішімдік ішіп түнгі клуб маңынан ұсталса, енді бірі жұртқа пара ұсынып жүр. Молданың айтқанын істе, істегенін істеме деген осындайда қалай еске алмайсың? Қызылордадағы Ыбырай молда мешітінің имамы Талғат Нұрман өзінің абыройын сақтап қалу үшін 1 миллион теңге көлемінде пара бермекші болыпты. Имам антикор қызметкері Серік Әбілқайыровқа пара беріп, өзі туралы деструктивті діни ағымды жақтаушыларынан ақша алады және екі әйелі бар деген сыбыстан құтылмақшы болған. Ойлаңыздаршы, қорықпай антикор қызметкеріне пара ұсынбақшы болыпты. Талғат Нұрман Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қаулысымен қызметінен босатылды. Сот оны сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмысы үшін кінәлі деп таныды, алайда ол қылмыстық жауапкершілікке тартылмапты. Не үшін тартылмай отырғаны жайлы ақпарат шықпады. Дегенмен, елге үлгі болуға тиіс діни қызметкерлердің мұндай қылығы дүйім жұртқа ұят болады екен. Бірақ сүттен ақ судан таза адам жоқ қой. Діни қызметкерлер үнемі айтатындай бәріміз қателесеміз, түзелеміз. Сол түзу жолға түсу арқылы ғана адам боламыз. Бас имамның келуі үшін аудан және қала имамдарынан ақша жинап жүр. Журналист Ораз Әлімбековтің мына бір зерттеуі тіпті таң қалдырды. Әлімбековтің сөзінше бас мүфти қаңтар айында бірнеше күнге Түркістан қаласына барған. Осы орайда әр қала мен аудан имамдарынан 150-300 мың теңге көлемінде ақша жинап келіпті. Яғни бұл ақшаға Наурызбай Қажы Тағанұлы мен көмекшілерінің келіп қонақ үйде жатып, жүріп тұру үшін жинаған қаражат көрінеді. Ал бас мүфти болса ең қымбат деген Рексіз қонақ үйіне орналасқан. Ал онда бір күн түнеу 80-120 мың теңге аралығында болады. Ал имамның қонақ үйде тұру үшін қаражатты өңірдегі имам Ержан Төлепов жинаған деседі. Алайда Ержан Төлепов мұны жалған ақпарат екенін айтады. Имамдар мешіт арқылы тиімді бағамен газет журналдарға жазылады. Кейбір дінбасылар өздері білмей Каспий Голд арқылы маған газет журнал төлемдерін аударып жіберген екен. Сіздерді сенімді ақпаратқа ғана сенуге шақырамын. Айта кетейік, Наурызбай Отпенов қызметіне кіріскен бетте діни басқарманың қаржыландыруына өзгерістер енгізген. Яғни, әр мешіттің табысының 30% діни басқармаға аударып тұруы керектенген. Бас қажының пікірінше бұл қаражат діни қызметкерлердің жүріп тұруына жетуі керек болатын. Ал жоғарыда айтылған айыпқа қатысты өңірдегі имам Ержан Төлепов бұл қызметкерлердің газет журнал үшін аударған қаражат дегенді айтыпты. Яғни мешіт қызметкерлері ай сайын газет журналға тіркелген. Сол ақшамен шатастырып тұруы мүмкін дегенге келтірді. Атом электростанциясын қолдаушылардың қатары тұрақты өсіп жатыр. Үш сауалнаманың нәтижесі мынандай екен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының тапсырысы бойынша Демократия институты, ғылыми зерттеу институты 2024 жылдың 13 және 26 қыркүйек аралығында телефон арқылы сауалнама жүргізіпті. Сауалнамаға сәйкес 18 жастан асқан 1200 респондент қатысты. Сауалнамаға 17 облыс пен республикалық маңызы бар Астана, Алматы және Шымкент қалаларының респонденттері қатысыпты. Жалпы респонденттердің басым бөлігі 72,9% атом электростанциясын салу идеясын қолдайды екен. Айта кетейік, 6 қазан күні республикалық референдум өтеді. Ал енді әлемді шулатып жатқан жаңалықпен бөлісейік. P. Diddy деген рэперді танитын шығарсыз. Өз басым негізі танымайды екен, бірақ батыс жұрты бұл әншіні жақсы біледі.
Жағдайы келіскен 50-де еңсерген ер азамат. P. Diddy оның лақап аты. Ал шын аты Шон Компс. Ол шоу-бизнесте табысты хип-хоппер, продюсер. Шон осыдан 2 апта бұрын қамауға алынды. Ол сау адамның қиялы жындының түсіне де кірмейтін дүниені істеген көрінеді. Азғындықтың шегіне жеткенін естіп жүрміз, бірақ дәл осылай деп ойламаппыз. Жаңағы P. Diddy Голливуд жұлдыздарына түрлі кеш ұйымдастырыпты. Онда кәмелетке толмаған жас балаларды шақырып түрлі қылықтарын іске асырған. Адам саудасымен де айналысып, жұлдыздарға есірткі мен наша сатқан. Барлық жайт құпия сақталады деп ескерткен Diddy әр бөлмеге жасырын камера орнатып қорқытқан көрінеді. Тіпті Джастин Биберді жас кезінде зорлаған деген деректерде айтылып жатыр. Әйгілі Майкл Джексонның өліміне қатысы бар дегенде деректерде айтылып жатыр әлеуметтік желілерде. Қазір Америкадағы шулы іс басталды. Ол түрмеге қамалыпты. Аталған істі қазір әлем талқылап жатыр. Айта кетейік, 2011 жылы ғана аталған әнші Қазақстанға да келіп кеткен екен. Сол кезде елдегі журналистер рэпердің келгенін жарыса жазған болатын. Тіпті атақты рэпер мектепке барып, қазақ балаларымен кездесіпті. Қой терісін жамылған бұл қасқырдың сол кездегі көздеген пиғылы дұрыс болды ма екен, бұрыс болды ма кім білсін. Әйтеуір Қазақстанға аяқ баспаған адам қалмаған шығар. Ақпардың бүгінгі шығарылымында айтарымыз осы болды ағайын. Аман, сау болыңыздар.